Сәлем достар, қалайсыздар? Мен осындай штапель матасынан үйге арналған әдемі көйлек тігетін боламын. Ол үшін мен осындай выкройканы алып, құрастырып, кесіп алдым. Енді осы выкройка бойынша матаға сызамын және сол бойынша тігемін. Штапель матасы әртүрлі мата болады. Жұқасы болады, қалың түрі болады. Жазға арналған штапель матасы өте жеңіл болады. Сол үшін штапель матасын таңдадым. Ал выкройкаға келетін болсаңыз, менің каналыма тіркеліп, комментарияға плюс қалдырыңыздар. Мен сіздерге выкройканы қайдан, қалай алуға болады, қалай құрастыруға болады ол выкройканы. Өзіңіздің размеріңіз бойынша керек кофта болсын, көйлек болсын, юбка болсын, барлығын бесплатно, тегін қай жерден алуға болатынын айтамын. Сіздерге қызық болса, менің каналыма жазылып, плюс қойып, комментария қалдырыңыздар. Мен комментарияның көптігіне байланысты сіздерге бөлісетін боламын. Немесе осындай выкройка болмаса, онда біздер өзіміздің көйлегіміз бар. Сол көйлек бойынша қағазға сызып выкройка жасауға болады. Ол енді үйге арналған көйлек болғасын, солай выкройкамен жасауға болады. Өзіңіздің киіміңізбен. Енді осылай мен өлшеп аламын. Алдыңғы жағы бар көйлегімнің және артқы жағын выкройкамен осылай сызып аламын. Және де осы выкройкамды матаға түйреп аламын. Бізге менің қазіргі осы матам ені 1,5, ұзындығы 2 метр кетті. Көйлегімнің ұзындығы тіземнен түсіп тұрады. Сосын бұл көйлектің фасоны трапеция болып келеді. Өте жеңіл, ыңғайлы көйлек болып шығады. Алға қарай осы видеоны да соңына дейін көрсеңіз, асықпай видеосын түсіріп сіздерге көрсеттім. Мен сияқты осылай қайталап жасауыңызға болады. Мен мұнда выкройканы жандарын қайырып жасап жатырмын. Себебі бұл выкройка тек қағазда 1 размер емес, 5-6 размері бар. Мен өзіме керек размерім бойынша осылай жанынан қайырып сызып алып жатырмын. Матама сызып алдым. Енді осыны қиып шығамын. Алдыңғы бойы, артқы бойын сызып қиып алдым. Енді бізге мойнын жасау керек болады. Ол үшін қалған матамнан жаңағы мойын сызығын тағы да матаға өлшеп
сызып алдым. Мына сіздерге көрсетіп жатырмын. Менің кішкентай маталарым тұр. Соны мына осылай өлшеп сызып алдым. Ол бізде ішкі жағына қарай кетеді. Бұл бізде жеңін осылай тоже қиып алдым. Екеу болады, екі жеңі болады. Енді әрі қарай не істейміз? Әрі қарай біздер мойнын ішкі жағы мен сыртқы жағын бір-біріне қарама-қарсы қойып тігіп аламыз. Видеоға мұқият қараңыздар. Анық етіп түсірдім. Видеоны мен қиып алып тастаған жоқпын, себебі менен қарап жасаған қыздар осылай асықпай қарап жасаса түсінікті болады. Міне менің көйлегімнің артқы бөлігі. Соған қарама-қарсы қылып матамызды қоямыз. Және соны иығын, мойнын тігіп шығамыз. Қазір мен сізге анық етіп көрсететін боламын. Алдыңғы жағында дәл солай матаны қарама-қарсы беткі жағын қойып тігіп шығамыз. Содан кейін барып біздер көйлегіміздің екі иығын қосатын боламыз. Бірінші бізге көйлегіміздің екі иығын тігіп аламыз. Екі иығын тігіп алдық. Енді жаңағы ішкі жағына мойнымыздағы матамызды қоямыз. Қарама-қарсы, бір-біріне қарама-қарсы болу керек. Мұны мен видеода көрсетіп жатырмын. Дәл солай осылай мойнынан тігіп шығыңыздар. Егер сіздер матам жылжып кетеді десеңіз, инемен түйреп алыңыз бірінші, немесе қолмен көктеп тігіп алуға болады. Сосын мойнын тігіп шығамыз. Міне менің мойны тігілді. Енді сіздерге мұны көрсетіп жатырмын. Мойнын тігіп шықтым. Мойнын тіккеннен кейін жандарын қайшымен қиып шығамыз. Себебі қайырғанда шошайып жаман болып тұрмау керек. Сол үшін мойнын сәл-сәл қиып шықтық. Енді бізге оң жағынан осылай айналдырып түзу тігіспен тігіп шығамыз. Түзу тігіспен тігіп шықтым. Енді бізге қолын тігетін боламыз, жеңін. Ол үшін жеңіміздің центрін тауып аламыз. Қазір видеода көрсетемін.
көйлегіміздің теріс жағынан жеңін тігіп шығамыз. Видеоға мұқият қараңыздар. Жеңіміздің центрін тауып аламыз. Соны иығымыздың тігісіне орнатып, түйрегішпен түйреп, содан кейін барып тігеміз. Көйлегімнің жеңі дайын болды. Енді біздер мына қолтық ойындысын, көйлегіміздің жанын бәрін түйреп аламыз да тігіп шығамыз. Өте оңай көйлек. Сізде машинка болмаса да қолыңызбен тігіп алуға болады. Осылай жанынан түзу сызықпен тігіп шығамыз. Және де екінші жағын дәл солай түзу сызықпен тігіп шығамыз. Міне бізде осындай әдемі көйлек дайын болады. Мойнына осындай әдемі өзіңізде үйде не бар, сонымен қолданып тігіп алуға болады. Ленті болсын, әдемі етіп осындай әдемі көйлек шығады. Видеом ұнаған болса, лайк басып, комментария қалдырып, тіркеліп қойыңыздар. Тағы да видео салатын боламын.